Сәлем достар, біз Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы оқулықтарының авторларымен танысу айдарын жалғастырамыз. Бүгін бізде қонақта 5 сыныпқа арналған Қазақстан тарихы оқулығының авторларының бірі Айнұр Әуесбекқызы. Бүгінгі отырысқа қош келдіңіз. Жалпы өзіңіз жайлы қысқаша айта кетсеңіз. Мен Айнұр Әуесбекқызы, жалпы өзімнің еңбек жолымды осы Назарбаев зияткерлік мектептерінде жалғастырып келемін күні бүгінге дейін. 2017 жылы ең алғашқы жазған оқулығым осы 5 сыныптың бүлдіршіндеріне арналған Қазақстан тарихы оқулығының авторларының тобында жұмыс жасаудан бастадым. Мен дәл қазіргі уақытта осы Астана қаласындағы Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының филиалында жұмыс жасаймын. Тарих пәні мұғалімі, мұғалім эксперт. Қазір кезде енді сол оқулық, өзім жазған оқулықты оқушыларға оқытудамыз, еңбегін жемісін көрудеміз. Тамаша, енді оқулықты жазу сізге қандай жауапкершілікті жүктеп отыр? Әрине, бұл оқулық жазу бір күнделікті сабақты жоспарлаудан да үлкен жауапкершілік деп айтсам болады. Өйткені бұл оқулықты біздің оқушыларымыз оқу арқылы олар бірінші кезекте өзінің отанына деген сүйіспеншілігі, өзінің тарихын танып білу, зерттеу арқылы бала өзінің кім екенін таниды. Болашаққа өзіне болжам жасайды. Әл-Фарабидің айтқан жақсы сөзі бар ғой, өткенді білмей болашақты болжау мүмкін емес деп. Сондықтан өткен күнді балаларға жеткіздіру және олардың санасына сіңіру және олардың бойында қажетті отансүйгіш деп жатамыз, отанын қорғау деп жатамыз мысалы. Көптеген дағдылар қазіргі 21 ғасырда күнделікті өмірде қоғамда қажет дағдылар, мысалы тәуекелшіл деп жатамыз. Сол дағдылардың барлығын сіңіру арқылы біз оқушыларды әрі қарай қоғамға дайын тұлға ретінде қалыптастырып келеміз деп ойлаймын. Енді өзіңіз айтып кеткендей, сіз авторларының бірісіз. Енді командамен жұмыс істеу қалай? Жалпы әркім өзінше білім алды, өзінің деңгейінде білім алды, әркім тарихты өзінше көреді, өзінің көзқарасы бар деген сияқты. Енді сіз жалпы күллі қазақ баласына дәл осы оқулықты таныстырам, оқытам олар деп жазғаннан кейін араларда жалпы пікірлердің қақтығысы орын алды ма? Бізде жалпы жұмыс жасау барысында авторлардың арасында қақтығыс болған емес. Өйткені біз топпен жұмыс жасауды жақсы меңгере алдық. Бірімізді құрметтеді, біз керісінше бірімізге сыни дос болдық. Мысалы, менің өзім жазған тиісті тақырыптарымды жазу барысында менің қасымда әріптестерім маған ақыл кеңестерін, жетілдіру жолдарын, жақсарту жолдарын кеңес беріп отырды. Сол сияқты біз қажетті кезінде біз өйткені бірге жұмыс жасау, үнемі бірімізге тығыз байланысты болдық. Ғылыми кеңесшілеріміз болды, біздің әдіскерлеріміз болды. Біз үнемі осылармен бір келісімге келу, өйткені ол оқулық менің жеке еңбегім емес. Ол менің бір өзімнің бір тарихымды зерттеп, мен жеке бір ғылыми жұмысымның тақырыбы емес, ол оқулық. Ол ертең оқушының алдында барады. Сондықтан менің пікірім осылай, мен қалай айтам солай болсын деуге болмайды. Ол оқулық жазудың өзінің талаптары бар, заңдылықтар бар. Мен айтып келгенім бұл жерде адам мен адамның арасындағы емес, пікірлердің жай ғана бір-бірінен жалпы қайшы келіп қалуы. Олай болады, иә, пікір таласу деген сияқты. Иә, әрине ол жұмыс болғанда ол міндетті түрде болады. Ол жұмыс болған жол болмаса, онда жұмыстың ары қарай жанданып жүру мүмкін емес мысалы. Сонда кейін ойланамыз да, ойлаймыз, бұл зерттеу сұрағын мен құрастырдым. Бұл маған түсінікті отыр. Ал мен қасымда әріптеске түсініксіз. Яғни бұны өзгерту қажет екен. Өйткені ол зерттеу сұрағы маған ғана түсінікті болмау керек. Бірақ дегенменде бұл жаңа алдыңғы сөз айтып өттім ғой, бұл мен бір жеке ғылыми тақырып емес зерттеп жатқан. Сондықтан бұл ертең халықтың алдына, бұл өйткені бұл бірінші кезде оқушының алдына баратын болғандықтан, әрбір сын пікірді бұл жерде қабылдай алу қажет. Тарих бұл өте терең ұғым. Жалпы Қазақстан тарихына қатысты әр тарихшы өзіндік бір пікірін айтады. Жалпы біздің тарих, дәл осы еліміздің, Қазақстанның, жалпы рулардың болсын, тайпалардың болсын, тарихы қаншалықты зерттелді деп ойлайсыз? Зерттелетін тұстар бар ма негізінде? Әрине бар, ол әлі де зерттеліп жатыр. Біздің тарихымыз соңғы тәуелсіздіктің 30 жылдарында біздің тарихшыларымыз оны терең зерттеп жатыр. Бұл зерттеу ешқашан тоқтамайды, ол жалғаса береді, бола береді. Ал біздің тарих көбінесе кейбір тақырыптарымыз деп айтайық, бұл кеңестік идеологияның қағидаттарымен жазылып кеткен. Сондықтан тарихты қазір мүмкін жаңаша жазу қажет шығар деп ойлаймыз. Сондықтан тарихта әрине ол зерттелу қажет тұстар бар, әрине көптеген. Егерде дәл осы оқулықты өзгертуге немесе уақыт айналып, дәл сол оқулықты
жазған сәтке келетін болса, сіз осы оқулығыңыздың ішінен нені өзгертіп, нені алып, нені қосар едіңіз? Қазіргі ғалымдардың мақалаларын оқимыз. Сондықтан ол жерде әттең мынандай жағдайда болып жатыр. Мына ақпарат өте керемет екен. Мен ендігі сол оқулық жазған осы ақпарат менде болмаған-ай. Мынаны балаға ұсынғанымда, мына керемет бір жақсы бір оқушының талдауынан, түрлі перспектива, екінші, үшінші бір көзқарасты қалыптастыруына әсер етер еді деген сондай ойлар. Ол бір оқулықтың мазмұнына байланысты бір қателік әттеген емес. Мына ақпараттың сол кезде қол жетімсіз болғандығы деген сияқты сонда әттегенді. Әрине ол ақпаратты қайта сол оқуға сол уақытта қайтып айналып келетін болса, мүмкін одан да қатты еңбек етіп, одан да көп зерттеу қажет бе деп ойлаймын. Сіз өзіңіз жазған дәл осы 5-ші сынып Қазақстан тарихы оқулығының жалпы ерекшелігі, яғни изюминкасы деп айтамыз ғой, сол қандай? Сіз қай тақырыпты айтар едіңіз? Бұл жерде ең жақсы тақырыптардың бірі деп, мынау көшпелілердің дүниетанымы тақырыбын айтар едім. Себебі бұған дейінгі жазылған 5-ші сынып оқулықтарында бұл тақырып терең оқушыларға қолжетімді бола қоймады. Мұнда тың ақпараттар қосылды. Бұл оқулықтың ең бір жақсы бір фокус деп айтатын болсақ, оқушының өз бетінше жұмыс жасауына, сыни ойлауына, өзін бағалауына бағытталған, дүниетанымдық сыни ойлау дағдыларын дамытуға бағытталған тапсырмалар көптеп берілді. Алдағы уақытта сіз оқулықта тағы да жалғыз енді НС программа бойынша емес, жалпы алдағы уақытта егер де осы Қазақстанға тарайтын тағы бір осындай оқулықтардың авторы болып жатсаңыз, сіз не істер едіңіз, не қосар едіңіз, жоспарыңыз қандай, жалпы бүгінгі оқулыққа сіз қандай өзгеріс алып келгіңіз келеді? Қазіргі оқулықтың өзгерістерін біз Назарбаев зияткерлік мектептері, дербес білім беру мектептерінде біз жасап жатырмыз. Ал егер де мен елге жазатын оқулықтың қандай үлес қосар дейтін болсаңыздар, мен осы форматты апарар едім. Әсіресе бұл жерде оқулықтардың оқушыға шамадан тыс көп ақпараттың берудің қажеті жоқ. Оқушының зерттеуіне бағытталу керек бүкіл ақпараттар, деректер мысалы. Оқушының өз бетінше жұмыс жасауына мүмкіндік беру қажет. Және оқушының өзін бағалауға мүмкіндік беру қажет. Оқулықтың жаңа форматы бізде қазір мен айталым, біздің күнделікті қолданыстағы Назарбаев зияткерлік дербес білім беру ұйымдарындағы 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушылары оқулықтары біз өзіміз қолданамыз, өте жақсы тиімді жазылған жақсы оқулықтар деп айтуға болады. Енді өскелең ұрпаққа жалпы болашақ дәл осындай оқулықтың авторларына тарих маманы ретінде беретін кеңесіңіз қандай? Әрине, оқулық жазу бұл үлкен жауапкершілікті қажет етеді, адалдықты қажет етеді. Оқулық жазу бұл жай ғана бір еңбек емес, бұл үлкен бір халықтың алдына баратын бір жауапты, бір құнды дүние деп айтса болады. Сонда мен айтарым, көбірек іздену қажет, көбірек еңбектену қажет, үлкен жауапкершілік қажет дер едім. Айнұр ханым, олай болса сізге өзіңіздің алтын уақытыңызды бөліп, біздің дәл осы бағдарламаға келгеніңізге көп рахмет. Жұмысыңыз жемісті, істеріңіз келісті болсын. Сізге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Көп рахмет. Олай болса, қымбат достар, біздің кезекті айдар аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болайық.